ғұмыры ұзақ болсын, өмірі мен бақыты мадаққа толсын. Күндердің бір күнінде ол бізге патшалық етеді. Иә, күндердің бір күнінде ол ағылшындар асырап алған қазақ балаларына да патшалық етеді. Қара көздердің оны мадақтап, оған бас ұратыны, оған бағынатыны, жетімін жылатпаған, сатпаған, тастамаған ата-бабаларымыздың түсіне де кірмеген шығар. Олар жанкештілікпен қорғап қалған қазақ жеріне қорған болар, ұрпақтың өзгенің шылауына шатылған ешқашанда білмейді, өлгендер сөйлемейді. Біріккен корольдік қана емес, бүкіл Еуропа, барша әлем жас ханзаданың туылғанына шаттанып, жоғары мәртебелі Кембридж ханзадасы король тағына үшінші үміткер болып жатқан тұста, шетелдегі қазақ балалары жобасымен кәрі құрлықта жүрген едік. Қазақтың Еуропаға жолынып кеткен бір бөлшегін іздеу сапары осы тарихи сәтке тұспа-тұс келген соң ғана Елизавета II патшайымның мұрагерлерінің бірін сөзге қостым. Шетелдегі қазақ балаларын сүріп жүрміз, жетім балалар, шетелдіктер асырап алған балалар. Хабарыңыз бар ма, естіп пе? Иә, білем ғой. Бір кездерді шуылдатып сатылды ғой. Ағылшын тілін білсеңіз, әлем сізді түсінеді. Халықаралық қатынас құралына айналған ағылшын тілін білетіндер саны жөнінен Қытай мен Испаннан кейін бұл тіл үшінші кезекте. Жалпы жер бетінде 1,5 миллиард адам осы тілде сөйлейді екен. Тағы миллиард адам оны игеру үстінде. Әлемді жаулаған ағылшын тілі қазақ балаларының да ана тіліне айналды. I don't know why, I just like to. Oh, how go now? I don't understand. Мен Қазақстанды таңдадым. Hello. My name is Janar. Hello, my name is Daniel. Nice to meet you. Nice to meet you. I think you're Сіздер Қазақстаннан келдіңіздер ғой. Астанадан, иә? Мен білем. Қазақстаннан асырап алынған балалар туралы бағдарлама түсіруге келдіңіздер. Өскеменде өмірге келген Дамир Төлегенов 1 жасында Даниэль Джонс болып шыға келді. 7-ге шықты. Жалғызбасты ағылшындық әйелдің жалғыз жұбанышы осы қазақ баласы. Бұрынғы Дамир, қазіргі Даниэль. Я, Даниэль. Ойнаймыз ба? Кел. 40-тың қырқасынан асқан 50-ге толуына 2 жыл қалған Сюзан ханымның сеніміне әлі де селкеу түспепті. Кезінде маған үйленгісі келген адамдар болды, бірақ мен қаламадым. Кейін тұрмысқа шығу керегін түсіндім, бірақ уақыт өтіп кетті. Өзім бала туа алмайтынымды білдім, отбасым болса деп қатты армандадым. Басқа амал қалмаған соң бала асырап алайын деген тоқтамға келдім. Енді әлі де болса үміттенем, мүмкін біреуді кезіктіріп отау құрармын. Жалғыз қалдым. Сүйікті адам болмады. Кейін түсіндім, менің күш-қуатым жетерлік, жағдайым жақсы. Ойлана бастадым. Туаламын ба? Туаламын, бірақ Испаниялық әйел Карменнің Лондонда тұрып жатқанына 25 жылдан асыпты. Өзі отбасында 6 ағайынды екен. Бірақ өзінің құрсағынан шыққан баласы жоқ. Бұған жүрексінген сыңайлы. Өйткені әлемде ата-анасыз өмір сүріп жатқан отбасылық махаббатты сезінбеген балалар көп дейді. Солардың біріне аналық махаббатын бергісі келгенін айтады. Гайтана деп есім берген қазақстандық балаға. Бірақ біз оның жүзін көрсете алмаймыз, өйткені анасы бұған рұқсат бермеді. Баласын қорғағым келеді дейді. Кімнен, неден? Гайтан атанған ақтөбелік Русланның жүзі сондай жылы. Мөлдіреген көздерін төңкеріп қарағанда мейірленіп кетесің. Түрінен ерекше бір шуақ төгіліп тұрады. Қаймана қазақтың баласай, қазақтың құшағына сыймай кеткен.
енді міне жүзін де жасыруға мәжбүрміз. He was a very different child. өйткені ол адам, ол тірі, ол тұлға. Кейін өскенде не ойлайды? Өзін бейнет таспаға түсіргенін қаламауы мүмкін ғой. Мені кінәлауы мүмкін. Есейгенде маған неге рұқсат бердің десе не айтам? Бұл оның барлық қауіптен қорғау үшін жасаған әрекетім. Бұл менің тағдырым, менің өмірім. Сондықтан өзім ғана сұхбат берейін. Бірақ көрермендер ойлап қалмасын, оның түрі ұсқынсыз деп. Ол өте сұлу, спортпен айналысады, құдды бір модель сияқты өте ақылды, талантты, адал, жалған сөйлемейді, ішіндегісін жасырмайды, айналасындағылар да осы қасиетін байқайды. Ол мен үшін мақтаныш. Ал Сьюзен Джонс өз-өзіне сенімді, еш нәрседен секем алмайды. Көпшілігі қорқады, баланы тартып алама деп. Өйткені агенттіктер ескертеді. Туған ата-аналарын іздемеуге кеңес береді, баланың жүрегін жараламау үшін. Биологиялық әке-шешелері тануы мүмкін, туыстары көріп қалса жағдай қиын болады. Бірақ мен бұны уайымдамаймын. Өйткені Даниэльді дүниеге келе салып, анасы тастап кеткен, түріне де қарамапты. Дамир деп есімін перзентханадағы дәрігерлер қойған. Well, I think about it when I talk about it. Кейде ойлаймын туған анам туралы. Мен ол жайында көп білмеймін. Мамам айтады, ол жас болған. Көп болса 18-19 жас шығар. Мені өсіп жеткізуге шамасы келмеген. Мүмкін ол қорыққан шығар. Сосын мен тастап кетіпті. Кездескім келеді, тапқым келеді, түрін көргім келеді. Қандай екен? Бірақ қазір білмеймін. Кездескенде одан не туралы сұрайтынымды. Уақыты келгенде ойланам. Дамир туған анасы туралы айтқанда түк сасқан жоқ, даусынан діріл де сезілмеді, ағылшындарға сіңіп кетіпті, суық. Ішкі сезіміне бой алдырмайды. Тек күлімсірейді. Болды, бітті. Кармен Гутилес психотерапевт. Ол жетім баланың жүрегіне жүк түсірмей, оның өткен шағын абайлап жеткізу, жайлап айту өте маңызды деген ұстанымда. Тіпті әдемі ертегі ойлап табуға да болады. His muscles were underdeveloped. Мысалы, сені менің үйіме періштелер әкелді. Сенің менің балам болуыңды Құдай таңдады. Жаратушы қалаған соң мен сені асырап алдым. Осылайша ақырындап, оның өткен өмірі туралы оқиғаларды айта бастау керек. Сен Қазақстаннансың, ол сенің отаның. Екеуміз бұл елді жақсы көреміз. Осылай ақпаратты қоюлата береміз. Кейін анасы туралы сұрап жатса, ол сені қалдырғанда қатты қиналды, қимады. Бірақ сен ұмытпауың керек. Ол сені жарық дүниеге әкелді. Бұл ерлік. Туған анаң сол үшін біздің жүрегімізде мәңгіге қалады. Мен өзім балама солай түсіндіремін. Менің алғашқы кітабым. Бас бармақ деген мынау. Бас бармақ. Baskamaak. Иә, бас бармақ. Bastamaak. Бармақ. Bagmaak. Бармақ. Bagamaak. Бала керек. Balaninik. Ортан терек. Onkenkinik. Шылдыр шүмек. Slodesnip. Шылдыр шүмек. Shudasnip. Кішкене бөбек. Spinu. Кішкене бөбек. Spinusavik. Кішкене Distinu. бөбек. Buvik. Бөбек. Bubik. Қыты-қыты деген Kuku. I don't get that. Oh, a huge change. Есімде кішкентай кезінде 3 жасында ғой деймін. Мен жүр мейрамханаға барамыз, түскі ас ішіп қайтайық десем ол. Ой, мама, қойшы, сенің кәрі құрбыларыңмен отырғым келмейді. Сосын олар бастайды. Ту, қандай әдемі бала деп. I'm gonna be. Осындай батыр болғым келеді. Маған бұл ойын қатты ұнайды. Жұлдызды шайқас ойыны. Барлық кейіпкерлерді білем. Олар соғысады. Бір ақыл есі дұрыс емес те бар. Шынымен басы істемейді. Құбыжықтар да бар. Jedi. They've got lightsabers with. Менің сүйікті кейіпкерім Джедай, Qui-Gon Jinn. Өте әділетті, ол жақсы. Маған ұнайды.
Олар қаныпезер емес, тек зұлымдарды, жаман адамдарды өлтіреді. ¿Qué pasa, hijo? Ven aquí, ven aquí. Anda a jugar ahí, ven aquí. I don't want to think about that. Қазақтар жау жүрек халық болғанын жақсы білемін. Гайтана да сондай. Еш нәрседен қорықпайды. Өжет бала. Онсыз өмірімді елестете алмаймын. Гайтанаға жарық дүние сыйлаған қазақ әйелін қатты құрметтеймін. Аяқ ауыр кезінде күтінген үшін, балпан ақтай сүп сүйкімді қылып дүниеге әкелген үшін, өмірін үзбей 9 ай көтергені үшін. Туған анасы қандай азап шекті десеңізші, қандай қиындықты басымнан кешірді десеңізші. Туған күнде баласын ойлайтын шығар, ол үшін қаншама құрбандыққа барды ғой әрине. Балаң болмаса өміріңнің зая кеткені. Мен бұлай ойлайтын адамдардың қатарынан емеспін. Бұл пікірімді ешкімге таңбаймын, бұл менің көзқарасым. Тұрмыс құруға, сәби сүюге сонша асық болғам жоқ. Сондықтан да осы жасыма дейін жүрдім. Текке айтылмаса керек, жүре берсең көре бересің. Шетелдіктер асырап алған қазақстандық балаларды іздеп жүріп, ағылшынға жар болған ақтөбелік әйелді де жолықтырдық. Ұлыбритания азаматы атанған Алия Ерғали Пейн 16 жылдан бері осында тұрып келеді. Біздің жобамызға қандай қатысы бар деп ойларсыз? Қазір онда айтамыз. Ерлі зайыптылардың жас айырмашылығы 19 жыл. 65-тен асқан Роберт Пейн зейнеткер. Қазақ қызымен ортақ жұмыс орнында табыстырыпты. Қазақ шаңырағына күйеу бала болып кірдім. Олар мені қабылдады. Басқа мәдениет дегеніңіз болмаса, қалғаны ұқсас. Қазақстан мықты мемлекет. Аумағы өте үлкен жазық дала. Жер көлемі жағынан айырмашылық болмаса, адамдары өте сыпайы. Ағылшындар да сондай. Не нәрсеге ұмтылдым, барлығына жеттім. Мақсатым орындалды. Қызмет бар, бәрі бар. Бірақ бір нәрсе жетпей тұрғандай болатын үнемі. Бір мүшесі жоқ жарым жан сияқты сезінетінмін. Ішімдегі бос кеңістікті еш нәрсе толтыра алмады. Жұмыс, кезекті демалыстар, үнемі өзіме өзім жұмсадым бәрін. Сосын ойландым. Күш қуат та таусылады. Дүниенің соңынан қуа бермей, махаббатымды балаға бөлейін де. Өзің туа алмасаң, жасанды ұрықтандыру жасап, медицинаға жүгініп қажеті қанша? Әйел адамға одан да жаратушы жан берген, өмір сыйлаған бір сәбиді асырап алу керек. Дайын баланы аласың. Қалған ғұмырыңды соның өмірін қалыптастыру үшін жұмсайсың. Бәріне болмаса да бір жетім балаға сүйеу боласың. Әлия ханымнан жайлап сұрадым. Бала асырап алу кәрілік жеткенде қамқоршы болсын деген өзімшіл ойдан туған жоқ па? Асырайды, мына бала мені асырайды, да? Сіздің айтып отырғаныңыз қазақтарға тән ұғым ғой. Ата-бабаларымыздың дәстүрін, мәдениетін құрметтеймін. Бірақ бұны өзіме қолданбаймын. Бір жұтым су беріп, қартайғанда мені бағудың қажеті жоқ. Қартайғанда ақшаң көп болу керек. Мен оны мәжбүрлемеймін де, міндеттемеймін де. Өзін асыраса сол да жетеді. Ағылшындар, балалар бұл ыдыс деп айтады. Бізге сақтау үшін берілетін менің міндетім оны аяғына нық тұрғызу. Не бере аламын, соның бәрін беру. Мынадай бір мысал бар. Бүркіт арқасына балапан салып ұшып барады екен. Айтыпты, кейін мен қартайғанда сен мені арқаңа салып жүресің деп. Балапан сонда бұлай деп жауап қайырған. Жоқ, мен арқама өз балапанымды салып ұшамын. Алия мен қазаққа күйеу бала болған Роберттің шаңырағында өсіп жатқан Леоның бойында ағылшын қаны жоқ. Бір қазақ қызы теріс айналған ұл баланы ағылшынның зайыбы, екінші бір қазақ әйелі асырап алыпты. Иә, Лео да көшпенділер ұрпағы. Өкінішке орай, мүмкін солай да дұрыс шығар, Леоның туылғанда қойылған есімін бізге айта алмаймын деді, құпия ұстайды. Еш жеткенде есейгенде өзі біледі, егер сол кезде туған анасын көргісі келсе, іздегісі келсе, өзі шешім қабылдайды. Ал әзірге бұл құпия. Бірақ Леоның есімі өте бір қасиетті ұғыммен байланысты. Әлия ханымның Леоның азан шақырылып қойған есімін айтпауының бір ғана себебі бар. Ол 45 жасында өзіне өмірдің мәні балада екенін түйсіндірген мына балғыннан айырылып қалам ба деп қорқады. Танып қояма, алып кетеме деп. Осы тұста мен сіздерге айта кетейін, қазақ баласын асырап алған қазақ әйелі ғана сескенбейді бұдан. Бұл қазақстандық жетім бүлдіршіндерді бауырына басқан шетелдік азаматтарға да тән үрей. Мына жаққа қарай жүгірші. Айтқанынан қайтпайтын бала екенсіз.
мінез мінезі бар. Иә, мінезі бар. Ешкімді тыңдамайсың сен өскенде? Тыңдайсың ба? А? Мамаң тыңдайсың ба? Арқалаймыз, арқалаймыз. Арқалаймыз. Біз ауылда арқалаймыз. Арқалаш gibi делаем. People who Жұлдызды шайқастағы зұлымдар тәрізді өмірде де жаман адамдар көп кездеседі. Олар маған ұнамайды. Олар арам пиғылды болады. Мәселен, қатыгез адамдар түрлі елдерге соғыс ашады. Халықты қырады. Мен оларды жек көрем. and try to bully everybody. Оларды да өлтіру керек пе сенің ойыңдағы сияқты? Жоқ әрине. Оларды тоқтату қажет. Алдын алу керек. Would stop Ақыл кеңес беру керек. Алайда мен оларды тежей алмаймын. Бірақ өскенде зұлымдыққа баратын адамдармен күресем. Қаршадай ғана қазақ баласының зұлымдық атаулыға қарсы тұруы қайраттандырды мені. Бірақ оның адамгершілік ізгілікке сілтеп, атеизмді жақтауы санамды сілкілеп тастады. Асырап алған ағылшын әйелінің ұстанымы балаға сіңбей қайтсын. Еуропада католик, протестант, иудей болған, буддизмге сенген қазақ балғындарын кезіктіріп ем. Бірақ мынандай жағдайға бірінші рет тап болдым. Мен ешқандай наным сенімді ұстанбаймын. Менің дінім гуманизм. Құдайға сенбеймін. Мен адамдарға сенем. Эволюцияға, Дарвиннің ұстаныма сенем, ал адамды Құдай жаратты деген менің ақылыма сыймайды. Ұлым да осыны ұстанады. Мен мұны күтпедім ау деймін. Дереу, сонда қиналғанды кімнен көмек сұрайсыз? Кімге жалбарынасыз? Кімнен шыдамдылық, сабырлық тілейсіз дедім сасқанымнан. Ағылшын әйелі байсалды қалпын бір бұзбады. Отбасыма, әпкелерім, аға бауырларыма, анама, ұлыма сенем. Солар мені қолдайды, қолпаштайды. Жанұя бұл тәлім, тәрбиенің, әдептің, жүріс тұрыс, мінездің қандай жағдайға тап болсаң да өзіңді қалай ұстау керегін үйрететін, адам ретінде қалыптастыратын орта. Бір-біріңе сүйеу болуды үйрететін жер. Сондықтан басқа бір тылсым күшке емес, өзіңнің айналаңдағы жақындарыңа сенім артқаның абзал. Мен бұны ұлыма жиі айтам. Он посмотрел на меня. Ол маған сондай ойлы көзбен қарады да, сенбеген сияқты қарады. Шынымен сен менің анам боласың ба? Сен мені алып кету үшін келдің бе? Мен тастап кетпейсің бе дегендей. Мен оның көздерінен осыны оқыдым, сездім. Мен оған мәңгі бірге боламыз. Сен үшін бәрін істеймін дедім. Держись, держись, малыш. Вот этот вот, ой, извините. Әлия ханымның ағылшын күйеуінің бірінші әйелінен 2 баласы бар. Олар есейіп кеткен. Баланың орны бөлек. Әр қайсысы бір-бір тұлға. Мен өзімнің туған балаларымнан Леоны кем көрмеймін. Мен оған мына асырап алған бала қандай өзі деп емес. О, қандай керемет. Зерек бала. Менің ұлым қандай ақылды деп қараймын. Ал қолдаяққа тұрмайтын қазақтың ұрпағын тәрбиелеуге оның күш қайраты жете ме? Жоқ, шаршамаймын. Адам тек жұмыстан шаршайды. Ол мені жасартады, шабыттандырады. Бірге жүзуге барамыз. Одан керемет бір күш аламын. Жастар келген адамдар баланы қарай алмайды. Өздерін әзер алып жүреді деп көп айтады. Мен келіспеймін. Біз олармен жүгіріп футбол ойнай алмайтын шығармыз, бірақ біз ақыл тоқтататын ата-анамыз. Бізде даналық бар, сабырлық сақтаймыз. Біз қағынған, соғынған кезден өткенбіз. Мысалы, Роберт ешқайда асықпайды. Ол ақшаның соңына түспейді, несие төлемейді. Ол бәрін жасап қойған. Сондықтан да біз үшін бірінші орында жұмыс емес, бала тұрады. 20 жасымда, 30-да менен жақсы ана шықпайтын еді. Жас ұлғайған сайын өмірге даналықпен қарайсың. Ұлыбританиядағы 16 жыл текке өтпепті, санаға түбегейлі төңкеріс жасалған. Қазақ әйелінің бойынан қазақша шай демдегеннен басқа қазақылық көре алмадым. Орыс тілді болған соң олның да осы тілге жатық болғанын қалайды. Қазақ балаларын бауырына басқан шетелдіктердің ішінде қазақ әйелі де бар дегенде алдымнан қазақша тілі шыққан бір бала шығады-ау деп үміттенген едім. Мальчик, как тебя зовут? Мальчик, как тебя зовут? Рио. А фамилия? А фамилия? Пейн. Пейн.
Пейн. А маму как зовут? Пейн. А мама, да, а маму как зовут? Алия. А даду как зовут? Роберт. А сколько тебе лет? 2 года. ана болдым, балам бар деп қалған дүниені тәрк етіп, аналық күйге беріліп кеткен жоқпын. Басқа мақсат мұраттарым да бар. Өзіңді ұмытып тек балам деп кетсең, кейін ол өсіп, өзімен өз кеткенде сенен түкте қалмай қалады. Мысалы Сара сондай. Ол банк жүйесіндегі басшылық қызметін бала үшін құрбандыққа шалды. Өмірі тек соның айналасында өтуде. Ал мен қызметімді тастамас едім. Мені ынталандыратын сүйікті ісімді баламның аяғының астына тастамаймын. Мен өте жақсы көремін ұлымды, бірақ әр адам тұлға болып қалу керек. Біз баланы 10 жыл бойы аңсадық. Енді ғана қолым жеткенде оның өміріндегі ешбір сәтті жібергім келмейді. Сол үшін қызметімді тастадым. Шынымды айтсам, менде сондай бір арман деген жоқ. Ең үлкен арманым орындалды. Ол Харри. Мен оның амандығынан өзге еш нәрсе тілемеймін. Ұлыммен бірге әлемге саяхат жасағым келеді. Қазақстанды апарып көрсеткім келеді. Бұның бәрін ұлымның көзі ашық болу үшін жасаймын. Қазір өміріміз осы баланың айналасында ғана өтіп жатыр. Мына жігіт шымкенттік, ағылшын әйелінің әміршісі. Өз айтқан орындатпай қоймайды, бір беткей, еркек екен өзі. Сара күнұзақ бала тәрбиесімен айналысады, жолдасы табыс табады. BBC қызметкері, жұмыстан босай алмады. Әлия ханымда бәрбір қазақтың қаны бар ғой. Лионың есімін теледидардан жарияламауды өтінсе де маған айтып еді. Ал 11 жыл перзентке зар болған ағылшындық әйел мүлдем сыр ашпады. Сара Элиот 50-ге келген, қазақ баласын 9 айлығында асырап алыпты. Бұл әлемде Харри сияқты сүйіспеншілікке бөленіп өсіп жатқан бала жоқ. Біз Қазақстан заңын құрметтейміз. Бала асырау құпия процесс. Оның туған әйелге қатысты ақпараттың құпиялығы да заңмен қорғалады. Сондықтан біз еш нәрсе айта алмаймыз. Харридің биологиялық анасының абыройын төккіміз келмейді өйткені. Тыныштығын бұзғымыз келмейді. Бірақ біз Харриге Қазақстаннан екенін жасырмаймыз. Мақтан тұтамыз. Ол өткенін біліп өсуі қажет. Ең бастысы Харри қазақ екенін, валилік қазақ екенін мақтан еткенін қалаймыз. Тарихы терең, мәдениеті бай елдің ұрпағы екенін біліп өсуі, түп тамырынан ажырамағаны оның адам болып қалыптасуына бірден бір ықпал етеді ғой әрине. Екі отбасын жақындастырған осы қазақтың екі кішкентай бүлдіршіні. Қазір екеуі бір үйдің баласындай өсіп келеді. Біздің жерлесіміз, отандасымыз Алия ханым осы екі баланың ағайынды болып өскенін қалайды. Сондықтан да араласып, құраласып тұрады екен. Харри кушает. My brother from another mother. Харри, это 2 брата. 2 казахских брата. No. Harry's gonna have some. Смотри, Люка. Ағылшындар қазақ баласына не үшін құмар? Олар үшін азиаттық пішін экзотика ма? Әлде қарақұрлықтың тұрғындарына қазақтың тектілігі маңызды ма? Во-первых, вот эти азиатские дети, почему к ним? Еуропалықтар не себептен қазақ балаларына қызығады? Өйткені қазақ ұлты генетикалық тұрғыдан алғанда мықты халық. Агенттіктер шетелдіктерге осыны айтады. Олардың қанына алкоголь сіңбеген, нашақорлық жоқ, қаны таза деп түсіндіреді. Сондықтан да қазақ балалары мықты, денсаулықтары жақсы, ақылды, өте өңді, әдемі болып келеді. Еуропалықтар осыған қызығады. Даниэль өте мықты тұлға болып ержетіп келеді. Адамдармен тез тіл табысады, бәріне қызығады. Қолынан келмейтіні жоқ, өте дарынды. Мүмкін бұл туған әке-шешесінен берілген шығар, жарық сәулен сыйлаған солар ғой. Қанмен даритын қасиет болады. Ал мен оның өмірде өз орнын табу үшін бағыт-бағдар беремін, нұсқаймын. Жақсы тәрбиелеуге, жаман жолға түспеуге үйретемін. Жалғыз ұлым ғой. Мүмкін кейін үйленіп, Қазақстанға көшіп кететін де шығар. Кім біледі? 6 медалім бар екен. Бұның барлығын қалай жеңіп алдың? For tennis. Мұнаны теннис мектебінде алғам. Алғашқы медалім. Екіншісін регбиден ұтып алдым. Фестивальға қатысқам. Біреулері күміс, мен алтын алдым. Мынауды теннистен екінші орын алдым. Мектептегі жарыстарда берген. Мынаны 2 апта бұрын ғана алдым. Менің алғашқы алтын медалім.
ең кіші ойыншы мен болдым. Дамир аптасына 5 рет тенниске барат, үлгілі оқушы. Ағылшын мұғалімдері оның ерекше қабілеті мен зеректілігіне тәнті екен. Қазақстандық тастанды балғындарға сұраныс барған сайын артуда. Осы тұста айта кету керек, дамыған мемлекеттердің бірде-бірі бөтен жұртқа бала асырап алуға рұқсат бермейді. Жалпы Англияда балалар үй деген түсінік жоқ. Жетім қалған бүлдіршіндер уақытша мекемеге жайғастырылады, бірақ жаңа ата-анасын ұзақ күтпейді. Елдің ішінде баланы отбасыларға орналастыру жүйесі жақсы жетілген. Ұлыбританияда 153 қазақстандық бала тіркелген, 17-сі Англияда, негізінен Уэльс пен Шотландия аймағында, 136-сы Ирландияда. Жалпы 2000 жылдан бастап 216 ағылшын отбасы Қазақстаннан бала асырап алуға өтініш білдіріпті. Тағы бір айта кететіні, Англияда Қазақстанда тіркелген бала асырап алу жөніндегі агенттік жоқ. Сондықтан бұл процедура Америкадағы халықаралық агенттіктер арқылы жүргізілген. Кейбір ағылшын отбасылары Қазақстанға тікелей барған, не болмаса кездейсоқ адамдардың көмегіне жүгініпті. Шетелдіктер асырап алған қазақ балаларының саны әр мемлекетке табан тіреген сайын құбыла түседі. Еліміздің балалардың құқығын қорғау комитетінің мәліметіне сәйкес, Біріккен Ұлыбритания корольдігі мен Солтүстік Ирландиядағы қазақстандық балғындар саны 168, ал консулдық есепте 153 бала тіркелген. Осы тұста қалған 15 қазақ баласы қайда кетті деген сауал туындайды. Есепсіз талай қырасты деген дүдамал пікірдің астарында ақиқат жатқандай көрінеді. Бірақ комитет оңайлықпен берілмейді. Біздің дерек дұрыс, өйткені әр жетім бүлдіршінге қатысты соттың шешімі бар. Шетелдегі қазақстандық дипломаттардың кейбірі мүмкін жаңадан қызметке тағайындалған шығар, сондықтан толыққанды біле бермейтін болар. Мен бұған өкініш білдіремін. Сондықтан қазір шетелдіктер асырап алған балаларға қадағалауды күшейту мақсатында Сыртқы істер министрлігіне барлық мәліметті жолдадық. Олар тағы бір тексеріп шығу үшін. Толыққанды тексеріп шығу өте қиын. Себебі кейбір шетелдік азаматтар балаларға қатысты есепті консулдық бөлімге емес, тікелей балалардың құқығын қорғау комитетіне жібереді. Кейбір өздерінің ескі мекенжайларын қалдырған. Сондықтан біз қиналамыз. Оларды өз күшімізді салып іздеуге тура келеді. Соңғы 4 жылда бізге тек 3 отбасының есебі ғана келді. Ата-ана қамқорлығынан шеттетілген балалар біздің қоғамның бір мүшесі ретінде бақытты болуға, жақсы өмір сүруге тең құқылы лайықты. Бірақ бір ғана тілек, қазақтың баласы қазаққа жат болмасы екен. Дегенмен өмір бір орында тұрмайды ғой. Былай қарасаңыз, британдықтардың қазақтарға еш қатысы жоқ қой. Бірақ Қазақстаннан бала асырап алған ағылшындар қазақтардың тарихын тануға, дәстүрін білуге ниетті. Мысалы, елшілікте мәдени шаралар өткізілсе, қалмай барады. Құсбегілік өнерді, қазақ үйді қалай құруды білетіндер бар. Отбасылар бір-бірімен байланыс түзбейді. Менің үйімде жоқ Қазақстан туы, солардан табылып жатыр. Бұның бәрі шетелдегі қазақ балалары мен қазақ ел арасындағы байланыс түзбеуге жасап жатқан талпыныстары. Қазақстан Ресей, Қытаймен шектеседі. Бұрын қазақ жеріне Ресей көп халықты күштеп жер аударған. Қазақтар қуғынға ұшыраған адамдарға нан, тамақ беріп қолдау көрсеткен. Ал екінші дүниежүзілік соғыста қазақтар мен Ресей одақтас болған. Немістерге қарсы шайқасқан. Сол соғыста жеңген. Алғашында бізге байыппен қарап аса ақтарыла қоймаған Дамир біраз уақыттан кейін бой үйрете бастады. You're a Chinese boy. And I say, I'm not Chinese. Мектепте мені танымайтындар, о қытайлық бала дейді. Сен Қытайға ұқсайсың ғой дейді. Мен оларға айтам, мен кәріс емеспін, Қытайда емеспін, мен қазақпын деймін. Kazakhs tried really hard to help them and get food for them. Алайда арамыз енді ғана жақындаған сәтте біз онымен қоштасуға мәжбүр болдық. Қазақтың ұлақыны. He's very famous poet, so yes. Тыңдауға болады. Lots, haven't they? Look, because it's got, look, that says Astana. Thank you. Salim, Kazakhstan. Hello, Kazakhstan. Қазақстаннан әкелген сый-сияпатты көргендегі балалардың қуанышын айтпаңыз. Артында Қазақстан деген алып мемлекет тұрғанын, іздеушісі, сұраушысы бар екенін сезеді олар кішкентай ана жүректерімен.
Қазақша кітапты оқи алмаса да, үнтаспаға жазылған Абайдың өлеңдерін тыңдайтын шығар. Қазақстанның көркем келбетін, сәулетті Астананың суретін көретін шығар. Бұдан олардың елге деген, Қазақстанға деген махаббат оянып кетеді. Тілді біліп, салт дәстүрге қанығат демеймін. Бірақ біздің кездесуімізден кейін олардың санасында ұйықтап жатқан ұлтқа деген бір түйсік оянады деп үміттенем. Тамшыдан теңіз құралатыны тәрізді. Әлі де өкінеміз. Біз оларға ие бола алмадық. Ол бір үлкен өкініш. Қазақтан туған бір қара көздің баласы бір ағылшын үйінде, бір басқа халықтың ағылшын демейік, еуропеялықтың үйінде, соның басқа біздің атасының, әжесінің өмірінде жемеген тамағын жеп, солардың дінін не қылып, соларға жол беріп қойған өкініш көрей біздерміз. Енді о балаларды қайтып ала алмаймыз.